құрметті ағайындар, краскілеп полный бітірдім. Лагын шаштым. Бағасын беріңіздер өздеріңіз енді. Осыған дейінгі түсірілген үзінді видеолар бар. Соларды тамашалай отырыңыздар. Мынау көрсетіп тұрған өзімнің машинам, құрылысшының машинасы. Осы уақытқа дейін бізге қаншама еңбек етіп келе жатқан жағдайы бар. Бұл машинаға мен өз басым разымын. Ескі машина болса да әлі біразға жарайтын жағдайы бар. Енді бұл машина сырты әбден ескірді. Ремонт көрмеген бұл сырты. Қараңыздар, шпаклевка, жан-жағының барлығы. Осыны қолдан келгенше жасайтын болам. Мына подкрыльник сап қойдым. Өйткені мына жерде өзінің родной дөңгелегі 14-тік болады. Мен 15-тік салғам, және размері 215-те 75 салғам. Сондықтан бұл кішкене тиіп қалды. Мен мына жерлерін кестім. Бап жерді сөйтіп мынаны пока орнатып тұрмын. Енді бұл өзінікі емес. Дива автокөлігінікі. Соны переделкалап салдым қазір. Өйткені оны салмасам, балон сыртқа шығып кетіп, сыртының барлығын байлап тастады бұл. Алды вообще тиіп қалған болатын бұның. Төбесіне көрінбейтін жеріне жерден подушка салдым. 5-6 сантиметрдей көтерілді қазір. Түсінің бәрі оңып кеткен. Матвей болып. Мен енді кастафрау емеспін, бірақ құрылысшы болғандықтан өзіме қызық. Осыны жасап көретін боламыз. Мына жері бұрын бір өрттен аман қалған. Шпаклевкалар бәрі көтеріліп, өртетіп бара жатқан кезінен алып қалған болатынбыз. Көріп қалып, фардан замегане болған. Мына жерге строительный пена арып қойған. Подкрыльникті қалай болады екен деп салып көрдім. Қазір ешқандай тимейді. Дискті ашып жапқанда мына арт жағы ғана тиіп қалды. Мына жер. Осы жерінің кішкене есікті кесіп тастадым. Енді жиегін жиегізіп, мына жерін осы жерді жиегізіп, мына жер майысқан болған. Осы жерлерді қайттан замажды етіп келтіретін болам, Құдай қаласа. Сосын кейін бұның қазір қатты асты көтеріліп кетті бұның. Сіздерге біліне ма, білмей ма? Осы жерге алынбалы қып порог жасайтын болам. Сонымен полный освещка жасайтын болам, Құдай қаласа. Қалай шығатынын көреміз, Құдай қаласа. Арнаға жазылып подписка жасап отырыңыздар, ағайындар. Қазақша видеолар дамуына сеп болыңыздар. Мынаның бәрі көтеріліп тұрыш, бәрін алып тастаймын. Полный жасап шыға, мына есік ауысады. Бұрын осы жерден соғылған. Маған келгенге дейін осы жаны сырылған үшін. Соның шпаклевканы аямай жағып жасап берген ол бір жігіттер.
есігін жапсаң, қатты жаппасаң, дұрыс жабылмайды, терезе дұрыс ашылмайды. Майысқандықтан ана жерден де көрініп тұр, шелді болып. Енді ана жақта есік әкеліп қойдым. Будан сол есікті салам. Сонымен қалай болатынын көреміз. Мынаның бәрі әшейін одноразовый краскамен жасап қоя салғам. Алдап. Артаңа жазылып тіркеліп отырыңыздар. Келесі видеода толық қалай жасалғанын болмай көрсететін боламын. Мына бамперді кесіп отырмыз. Кесіп артына передок жасаймыз. Шамалы сәнді болу үшін әдетен бұлай кесіп осылай жасау керек болып тұр. Артына осылай жібердім. Кесіп жаңағысын келтіру керек. Жұмыс астына осылай жалғанып жатыр. Жұмыс барысы басталды. Есігімізді 3 жыл бойы тұрған төбеден сүрдік. Жұмыс барса строитель болғаннан кейін шөпті аямай ұрады екенсің. Мынаның бәрін жонып тастаймын, бірақ алып тастаймын. Алып тастаймын. Ескі бамперден астыңғы жағы, жаңағы үстіңгі жағы осылай келтіріп жібердім. Есігін ауыстырамын қазір. Есікті салдық, итшелеп жүріп. Бұл бейшараның мына жері майысқан екен бұрын. Осы крылосы өсіп жүріп жүретін бұл. Сонымен қанша жыл жүрді. Мынаның астына шайбы салып, солай зорға келтірдік қазір. Зазорлары бәрі келмей тұрған. Барлығын келтірдік жобалатып. Сосын кейін бұл жерге де бұрын болт салып тұрған. Есік майысқан. Соны алып тастадық. Шоқа шайбысымен қалды. Кеп тұр болды. Мынаның ішіндегі заттарын бәрін құрастыру керек. Камераға түсіріп қоятын. Машинаны бұлай ысырамыз, көлеңкеге бұлай ысырамыз. Камераға дұрыс түсіре алмай жатырмыз. Мына жерде порог жасауды бастадық. 40-та 40 лист алдым. Соны екіге бөліп, қалған жеріне
төрттік уголок жалғадым. И жанына бергі бетіне 3-тік лист бардығын үйде. Соны салып вартет тастадым. Астынан надежный қылып бекіттім. Мына жерде қазір барлығын орнатып біттік. Иттік болып онша сәнсіз болды. Сондықтан сызып алып, осылай кесіп жатырмыз. Кішкене сәнді болу үшін. Құрметті ағайындар, сваркалап барып жасадық. Міне, біраз жұмыс бітті. Есіктің зазорын келтірдік жақсылап. Ана жерден ұлдар болып есік келуі қиын болды өте. Жақсы қасылып алып. Енді тағы да бір ташт етіп. Жақтарын бәрі ташт етіп. Бұрынғы специалистердің істегендерін көрдіңіздер ғой. Қалжина неге жаға берген түсінбедім сонша. Саламға деген негізі. Енді осы күйі шлифовать етіп, түзелгенше түзеліп. Мына жерде бұрын жонып тастағанмен осы жерде де қалың болған. Бамперге де неге сонша жаға бергенін түсінбедім. Барынша келтіріп, қолымыздан келгенше жазап көреміз. Машинаның мастері емеспіз негізінде. Құрылысшы жігітпіз. Міне, ликбасшы жігіттер. Ликбас жаған жерден енді. Міне, парокқа астына шестеріксім. Сұрап тастадым. Қырып болайын тұр. Акын топы жоқ болайын тұр да. Сол себепті осылай жасадым. Біраз жерін алған сайын көбейіп отыр. Жақ бәрі жұмып тастадым. Мына жер майыс келген. Шығарып сөйлеп қойын. Мына жерге мағасынамай мынан узорлар кесіп үйдіратын мына жер тіке. Шөyle қалалым шығарып
осы пока. Енді гаражда жағдай бар жерде жасасаң рахаттанып жасайтын шығарсың. Мына жерге қойған машина. Осы да бітіру керек енді. Артқа жегім жоқ. Жұмыстан да сонда бітіру жөн жақтан. Арнаға да келіп тартыс жасап отырыңыздар. Сұрақ болса қоя отырыңыздар. Мастер емеспін, строительмін. Сондықтан ақыл кеңес болса айта отырыңыздар. Енді мен өз білгенімше жасап жатырмын. Ал полный шкурка тазалап алайын. Сосын тағы бір көрсетермін. Шпаклевкасын жағып. Міне құрметті ағайындар, жұмыс барысы осы. Малярный жұмыстарын жасап жатырмын. Почти жобалап тұр қазір. Енді несімен жасау керек? Майда лаждатпен. Мына жерге кішкене жағып жіберу керек. Көшіп көрініп тұр. Капот негізі ауысатын капот. Анша келтірдім бірақ. Жасыл. Черновойына жақтым. Қалмыстойға. Мынаусы чистовойға кетіп жатыр. Енді бамперлерді істеу керек. Бампер. Мына жағы тазадым. Краскасы болып кеткен. Осыны шүкірет етіп краскасын алып тастап краскілеп тастаймыз, құдай қаласа. Алдында гараж жасаудың керегі жоқ. Күн деген 40 градус ыстық. Пішіп кетеді екенсің. Міне құрметті ағайындар, маляр кісі жобалап бітті. Енді жуып шайып газ 80-дікпен шкурка жасалды полный. Енді мына 800-дікпен 600-дікпен полный краскасын алып шығам. Шкуркалерді сонымен алып шығам. Сонымен краскаға дайын болмаса болмай емес екен. Міне құрметті ағайындар, скотчтап тастадық. Қағаз жабыстырып. Біраз мына шеттеріне қара біраз шашам. Астын өзіне антып шашам бірінші. Міне құрметті ағайындар, астыңғы жағын краскілеп қойдым. Оларды краскілеп қойдым қараға. Майда шүйдесіне қараған жоқпын. Астыңғы жақта майда. Өйткені уақыт деген өте тығыз болып тұр. Оны
Үстен даладан әбірсіп жүрді ауа райы. Біресе ысытып кетеді, біресе жел тұрып кетеді. Қазір полный краскілейтін боламын қайтып, үстін серый қып. Құрметті ағайындар, краскілеп полный бітірдім. Шаштым. Бағасын беріңіздер өздеріңіз енді. Машина жасап тұрмын. Өзімді сынап көрген болатынмын. Майда жүйде косяктар бар. Видеоны жасау үшін капот ауысу керек болды, бампер ауысу керек болды, задний бампер ауысу керек болды. Крыло ауысу керек болды. Там барлығын диск ауысты, білесіздер. Жерде шмаклепка болды. Бұл жерде вообще основной осы жерде болды. Бәрін төрлеп кетіріп қойдым. Бампер деген нәрсе болгаркамен жегіз тастағам, сонымен беті дұрыс болмай қалды. Шмаклепкаға да көнбей қалады екен одан кейін. Майда бір нелер шығып кетеді екен. Бұл да ауысу керек болатын, бұны да жасап келтірдім. Мына жақта шмаклепка болмады, тек қана есіктің астында болды. Осы ағайын бұрынғыдан енді қаншама өзгеріс бар деп ойлаймын. Қазір капот ашық тұр. Мына жерге туманиктер әкеліп салам. Осы ағайын менің айтар сәбетім лажы болса жасайын деген жігіттер болса далада жасаудың ешқандай қажеті жоқ екен. Өйткені просто жан қиналғаны қалады. Просто мен бастап қойғаннан кейін бітіру керек болды. Бітіріп шықтым бірақ. Және айтарым далада қолайсыз жағдайлар болып болады. Суы бар, жел тұруы бар. Осы жерде далада краскілеп шықтым. Түнделетіп краскіледім. Видеоға түсірем ба едім. Түн болып кетті, сонымен түсіремін. Міне заттарым бәрі мына жерде жайралып отыр. Лагы мынау. Автобусы мынау. Қара краска. Серый краскасы. Черный краскасы. Гараж салатын боламын. Мына жерде орны тұр. Осы жерге салам. Содан кейін жақсы машина жасайтын боламын. Өйткені үйден кіріп шығып жасағанға осы жұмыс бір жағынан да дұрыс па деп тұрмын. Стройка 10 жылдан асып кетті. 5 жыл жасап жүргенде.
иштеп жүрдüm, бампер жалағанның астына. Ар жаққа порог салдым. Соның өзі 2 күн ақталды. Общий от силы 7 күнде бітіп тұрмын ғой, Құдай қаласа. Полный лак деп. Енді полировкасын бір аптадан кейін беретін боламын. Арзан түсті. Краскасы 20 000 теңге болды. Отдельный краска, отдельный лак. Артық бөлек сатып алған нәрсем. Подклиник сатып алдым 15 000-ға, Иванка. Қалғандары үйдегі бар заттар. Ескі бамперден кесіп салып жердің астына. Сонымен артық дүние бұл жерде болған жоқ. Сонда маған 60-70 000-ға түсіп тұр осы кезде қазір. Полный краскілегі өзім жасап алғандығым. Құдай қаласа жерлерін бәрін фарларына әкеліп саламын. Жарамай қалған сынып. Мына жердікі де сондай. Осы ағайын. Алмаға жазылып подписка жасап отырыңыздар.